Vocabulary Elementary 6-шы unit. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз make. Make деген жасап шығару. Мынау made деген осы етістіктің жасап шығарудың өткен шағы. Кеше біз сіздермен do дегенді өттік, иә? Do мен make-тің разницасын айтып берем дедім. Do және make деген бар. Do деген разница мынандай. Do деген бізде ол дайын продукт, бірнегемен айналысу деген сөз. Айналысу. Да? Или істеу. Да? Make деген бізде ол айналысу емес, ол бізде бірдеңені жасап шығару. Жасап шығару. Разница мынандай. Егер бізде do болатын болса, онда ол іс-әрекет сенен бұрын болған. Сен оны жаңадан жасап шығармадың. Егер іс-әрекет make пен болатын болса, значит ол іс-әрекет сенен бұрын болмаған. Сен оны шығардың, сен оны жасадың. Так, ол сенің продуктың. Одан бұрын ол болған жоқ. Мысалы, нәрде? Make coffee. Кофе жасау. Сенен бұрын мына кофе болған жоқ. Ол су мен порошок ретінде тұрды. Кофенің порошогы. Анда ішетін кофе ретінде продукт болмады. Сол үшін to make coffee. Кофе жасау. Енді make dinner. Make dinner ужин жасау. Сенен бұрын бұл просто продукт болып жатқан еді. Ол ужин болмады. Енді ужинды сен жасап шығардың. Do dinner емес, make dinner болады. Ужинды жасап шығару. И соған ұқсас тағы да мына жерде сөздер бар. Make tea, шай жасау. Make hot chocolate, дайындау, шай дайындау, немесе горячий шоколад дайындау. И мына жерде тағы да 3 тамақтың түрі бар, иә? 3 уақыт жейтін. Завтрак, breakfast, lunch, обед, supper. Supper деген ужин, dinner деген тоже ужин. Екеуінің разницасы жоқ негізі ше. Екеуі бірдей. Supper, dinner екеуі бірдей. I make breakfast, мен завтрак жасадым. I make жасаймын, I make lunch, мен жасаймын обед. I make supper every day, күнде. Енді make мына жерде make плюс сразу зат еді. Мына жерде деген қосылды. Ол значит бір штук жасау деген сөз. Да? Мына жерде кофе жасау, кофедің бір штугын жасай алмайсың. Ужинның да бір штугын жасай алмайсың. Сол үшін мына жерде деген жоқ. Мына жерде деген тұр, себебі оның мағынасы бір штук жасау. Да? The teacher is making a photocopy. Мұғалім жасап жатыр фотокопия. То есть бірдеңенің ксероксын жасап жатыр. Енді he is making a film. Ол жасап жатыр бір фильм. Фильмдерді істеп жатқан жоқ, ол бір фильм жасап жатыр. He is making a video. Видео жасап жатыр. Of the class. Кластың видеосын жасап жатыр. Енді the children, балалар жасап жатыр продукт ретінде a noise, шум. Шум деген бізде ол ағылшын тілінде жекеше түрде келеді. Шумдар деп білмеймін бола ма болмаймын, бірақ егер noise бір штук болатын болса, онда как бы бір шум. Ана жақтан бір шум, мына жақтан бір шум, ана жақтан бір шум. 3 түрлі шум емес, бір шум, бір жерден бір шум шығады. Так, балалардың. Хорошо. Дальше. Make деген сөзбен қате жасама дейді. Don't make mistakes. Не делай ошибки со словом make. Да, мыналарды сен айта аласың ба? I made a mistake. I made a mistake. Мен жасадым, қате, мен қателестім. Айтуға болады олай. Енді I have to make my homework. Мен жасау керекпін үй жұмысын. Жоқ, үй жұмысын сен жасамайсың. Көрме, дұрыс емес деп тұр. Себебі үй жұмысы сенен бұрын бар болған. Сен үй жұмысын жасап шығармадың. Сен үй жұмысын істеп жатсың. Так? Поэтому I do my homework болады. Так? Енді I have to make an exam. Make an exam деген ол экзаменді жасап шығару. Сен студентсің, сен экзаменді жасап шығармайсың, дұрыс па? Мұғалім болсаң make an exam деуге болады. Бірақ сен оқушы болсаң make an exam дей алмайсың, мына жерде жоқ деп тұр. I have to do an exam, немесе take an exam. Экзамен тапсыру керекпін. Енді I make my bed.
Мен кроватымды дұрыстаймын. Make your bed, make my bed. Это значит, жаңағы кроватты жинастыру деген. Кровать жасап шығару емес, кровать жинастыру. Тоже тұрақты сөз тіркесі ретінде болады. Дальше, make an appointment. Make an appointment. Appointment деген біздегі уақыт бойынша кездесу. Запись. Записьқа. Да? Енді, сол записьті жасау. То есть, бірдеңенің результаты сол запись болады. Сен записьқа бармайсың. Сен записьті уақытын белгілеп қоясың. Осы уақытта давай кездесейік деп, уже доктормен бронирование қылып қоясың. Так, бронировать ету деген сөз. Дальше, I'd like to make a photo for you. Make a photo. Фото жасау, да, мына жерде дұрыс емес дейді. Сен фотоны қолыңмен жасап шығармайсың. Так, сен фотоны ол камера жасайды. Сен камераны аласың да, take a photo дейсің. Take a photo, это значит фотоға түсіру. Бұл да тұрақты сөз тіркес. Бұл никогда make a photo, do a photo делінбейді. Тек қана take a photo дейді. Басқа айта алмайсың. Дальше, after dinner, I'll help you make the dishes. Make the dishes, это значит, dish деген бізде ол жаңа посудалар. Посудаларды жасауға көмектесем. Жоқ, сен посуда шығармайсың ғой, дұрыс па? Значит, do the dishes. Посуданы жуу. Бұл да тұрақты сөз тіркес. Тоже всегда осылай айтылады. Так, біз қайда едік? Да? Do the dishes болады. Всегда осылай болып тұрады. Дальше. Make me feel. Make me feel, немесе makes me. Make me feel, это значит, мені осылай сездіреді. Мен солай сезем. Осы үшін, из-за этого я себя так чувствую. Feel деген сезу. Енді, отдельно make me болса, мені заставляет. Күштеу. Да? Дальше, going by train, поездбен бару әрдайым makes me feel tired или makes me tired. Makes me tired значит мені шаршаған қылады. Мен одан шаршаймын. Немесе makes me feel tired, мен өзімді шаршаған сезінем. Осы поездбен барған үшін. Енді my friend called me stupid. Менің досым атады мені тупой деп. It made me angry. Мені жындандырды. Make me feel angry. Мені жаңағы ызалану сезімін тудырды. Енді that film, мына фильм made me sad. Мені көңілсіз қылды. Немесе made me feel sad. Мені көңілсіздікті сездірді маған. Окей? Енді мына жерде тапсырмалар бар. Fill in the gaps. Мына бос орындарды толтыр. Make немесе do мен. Так? Көрейік. I always a lot of mistakes. Көп қателерді make. Жасаймын. Қате сен жасайсың. Дұрыс па? Ол сенен бұрын ол қате болмады ғой. Сол үшін. If I my homework every day. Егер мен үй жұмысын сен do болады. Let's go to bed now. Давай жатайық. We can the dishes in the morning. Посуданы we can do the dishes. I want to an exam in French. I want to do an exam. Examинді тапсыру. Do you know where I can? One. Сен білесің ба, қай жерде мен take one. Дальше. We always try not to. Біз әрдайым тырысамыз бірдеңені істемеуге. A noise. Try not to make a noise. Шуламауға тырысамыз. Дальше. Complete a sentence with make, немесе made me feel. That film sad. Мына фильм көңілсіз. Made me feel. Маған көңілсіздік сезіндірді мына фильм. Long lessons. Ұзақ сабақтар әрдайым. Всегда. Tired. Шаршаған. Ұзақ сабақтар әрдайым. Makes me. Ұзақ сабақтар. Жоқ. Так, мәде make сабақтар ғодырс ба, ескерек емес. Long lessons always make me tired. Әрдайым мені шаршатады.
make me tired, мені шаршатады. She was horrible to me, ол маған өте жаман болды. Horrible деген ужасын деген сөз. It made me feel, мені сезіндірді, жынданған. Так, мына жерде мына адамдар не істеп жатыр? Мынау не істеп жатыр? Ксерокс жасап жатыр, копия жасап жатыр. He's making a photocopy. Дальше. Мынау не істеп жатыр? Шай жасап жатыр. She's making tea. Дальше. Мынау не істеп жатыр? Ойнап жатыр, мынаған ұнамай жатыр, шулап жатыр. The children are making a noise. Шулап жатыр. Дальше. They are, мына жерде камерамен фильм түсіріп жатыр. They are making a film. Фильм түсіріп жатыр. Дальше. Correct the mistakes. Мына жерде қателер бар, соны дұрыстау керек. Can I make a photo? Жоқ. Can I take a photo? Дальше. He's 25, but he never makes his own washings. Ол өзінің киімдерін жумайды дейді. Makes. Жоқ. Киімдерді кірлерді жуу деген. He never does. Так. Дальше. He takes his dirty clothes to his mother's. Хорошо. What do you think? Yes or no? Сен не ойлайсың? Иә ма жоқ па? We must do a decision. Шешіммен айналысу емес, біз шешім қабылдау керекпіз. We must make a decision. Так, шешімді біз істейміз ғой. I have to take an appointment with the doctor. Доктормен записьті take. Алып кету. Жоқ, алып кетпейсің, сен оны make. Келісесің. I do mistakes. Жоқ, I make mistakes. Дальше. Are you making an exam? Жоқ. Экзамен жасайсың ба? Жоқ. Are you taking an exam? Хорошо. Бүгінге осы. Келесі уақытта кездескенше.